26-шы тапсырма. Read, choose and complete. Then listen and check. Оқыңыз, таңдаңыз және толтырыңыз. Сосын тыңдап, тексеріңіз. Caps. Кепкалар. Stickers. Жабыстырғыштар. Shoes. Аяқ киім. Bags. Сөмкелер. Cars have got lights, but they may still not see you. So this is what you must do. First, wear bright, colorful clothes on a dark day or when it is almost night. The second, wear reflective caps, vests, belts, and shoes when you are out at night. The third, carry bright, colorful bags. Decorate your things with cool bright zips and stickers. Бұл мәтінде не туралы берілген екенін жалпылай айта өтейік. Көліктердің жарықтары бар, алайда олар сонда да сізді көрмеуі мүмкін. Сондықтан біз не істеуіміз қажет дейді. Біріншісі, бұл жарқын түсті киімдер киіп, әсіресе қараңғы немесе түн болған кезде. Екіншісі, түнде сыртқа шыққан кезде көрінетін кепкалар, жилеткалар, белбеулер және аяқ киім кию керек. Үшіншісі, жарқын түсті сумкалар ұстау және заттарыңызды жарқын сыдырма түймеліктер және жабыстырғыштармен әсемдеу. 27-ші тапсырма. Read and match. Оқыңыз және сәйкестіріңіз. New, жаңа. Old, ескі. Екінші, big, үлкен. Small, кішкентай. Үшінші, long, ұзын. Short, қысқа. Төртінші, bright, жарқын. Dark, қараңғы. Бесінші, warm, жылы. Cold, суық. Study spotқа қараймыз. The blue helmet is smaller than the red helmet. Көк дуылға қызыл дуылғаға қарағанда кішілеу. Small, smaller. Кіші, кішілеу. Big, bigger. Үлкен, үлкендеу. Жоғарыдағы сөйлемде бір затты екінші затқа салыстыру қолданып тұр. Яғни, сын есімге иа жалғауын жалғап және сын есімнен кейін than қолданылған. 28-ші тапсырма. Read and tick. Оқыңыз және белгілеңіз. Біріншісі, the day is darker. Күн қараңғылау. Қай суретте күн қараңғылау? A суретінде. Екінші, the boy is older. Бала үлкендеу. Қай бір суретте баланың жасы үлкендеу? B суретінде. Үшінші, the bike is newer. Велосипед жаңалау. Қай бір суретте велосипед жаңалау? A суретінде. Төртінші, the helmet is bigger. Дуылға, яғни басындағы шлем үлкендеу. B суретінде. Бесінші, the vest is brighter. Жилеткасы жарқындау. B суретінде. The bag is smaller. Сөмкесі кішкентайлау. B суретінде.
29-шы тапсырма. Make a poster of bright and reflective clothes and things to wear on dark days or when you are out at night. Present it to the class. Жарқын және көрінетін киімдер және қараңғы күнде және сыртқа шыққанда киетін заттардың суретін салып, плакат жасаңыз. Оны сыныбыңызға көрсетіп таныстырыңыз. 16-шы тапсырма. Look and choose. Қараңыз және таңдаңыз. Бізге суреттер және оның анықтамасын табуымыз керек екен. Біріншісі, суретте не берілген? Кепка. Кепканы ағылшынша қалай айтамыз? Cap. Екінші, бізде суретте жилет берілген. Жилетканы біз қалай айтамыз? Ағылшынша vest. Үшінші, бізге белбеу берілген. Белбеуді қалай айтамыз ағылшынша? Belt. Бізге сыдырма түймелік, яғни молния берілген. Ағылшынша қалай айтамыз? Zip. Он жетінші тапсырма. Complete, then look and write yes or no. Толтырыңыз және суретке қарап, я немесе жоқ деп жазыңыз. Біріншісі, the red helmet is bigger than the blue helmet. Қызыл дуылға, көк дуылға қарағанда үлкендеу. Суретке қараймыз. Дұрыс екен, сондықтан yes деп жазамыз. Екіншісі, the pink bike is older than the yellow bike. Қызғылт велосипед сары велосипедке қарағанда ескілеу. Суретке қараймыз. Қызғылт түсті емес, сары түстісі ескілеу, сондықтан мына сөйлемнің жаніне no деп жазамыз. Үшінші, the orange vest is brighter than the brown vest. Яғни, оранжевый жилет қоңыр жилетке қарағанда жарқындау дейді. Суретке қараймыз, шынында оранжевый жилет жарқырап тұр, сондықтан yes деп жазамыз. Төртінші, the purple bag is smaller than the green bag. Күлгін түсті сөмке жасыл түсті сөмкеге қарағанда кішкентайлау дейді. Бұл сөйлем дұрыс емес, no деп жазамыз. Бесінші, the black belt is shorter than the white belt. Қара белбеу ақ белбеуге қарағанда қысқалау дейді. Суретке қараймыз. Шынында да қара белбеу қысқалау екен, сондықтан yes деп жазамыз.